Балтырын салмайтын достар, сіздермен бүгін Ерболат қайсыңдар достар. Я достар, көп уақытқа жоғалып кеткеніме ренжімеңіздер. Достар, бүгін бізде кереметтей настройка болады. Көргендеріңіздей тренировкаға, яғни батуға, тиырға мынандай дробаш X-ті қосты, яғни айтқан 3 оқтық дробаш. Я достар, енді көбісі соған настройка іздеп жүреді. Дробаш X-қа бүгін мен сіздерге сол настройканы беретін боламын. Сіздер настройканы бермес бұрын видеоға лайк басып және де каналға тіркеліп өтіңіздер. Ендеше біз видеомызды бастаймыз кеп. Я достар, кереметтей настройка мінекей. Қараңыздар. Тек көріп тұрсыздар ғой достар. Арасында тело жүреді. Көргендеріңіздей. Кейбірде де шығады. Ара тұра ол да шығады. Көргендеріңіздей. Енді оның үш оғында ұша ма деген сұрақ. Мен ол үш оғына көрмедім, бірақ әсенесіне үш оғына ұшады екен. Ол үшін достар, әзір мен сіздерге беретін болам. Ең алдымен тапсырмын, мен осы видеоны көріп отқан, осы видеоға лайк басып кет. Енді мен тез сізден адамдарыңыздан Я достар, ендеше кет. Ол үшін мінекей әзір 3-ге дейін санаймын және де настройканы сіздерге көрсететін боламын. Міне 2 3 2 1 міне. Мінекей көргендеріңізді қойып алыңыздар настройканы. Настройка кнопкасы экранға шығады. Ал енді быстро сменить оружие в угол қосамыз және де оны мына жерге қоямыз, жүрсік қасына қоямыз. Қойып болғаннан кейін енді оружиені атқаннан кейін әркім әртүрлі атады. Біреулер бүйтіп айналдырып бұруғат, бүйтіп құлап соққылады. Біреулер стенка қойып қалады. Стенка қойып қалмаңыздар, эсенесіздер. Басқа стенкаларыңызды қойып қалыңыздар да, бүйтіп жүре берсеңіздер де сізге топы бермейді. Және де көп адамдар секіріп жатқан кезде чашканың кетпейді деп жалданып жатады. Я достар, чашка кетпейді секіріп жатқан кезде кетеді, бірақ олар рандом болады достар. Сондықтан да мына төмендегі аяқтың түскенін күтесіздер. Сосын прицелді күтесіздер. Сосын достар қараңыздар. Ең главный нәрсе бұл жерде достар, кнопканы тап осы жерге қоямыз. Потом болғаннан кейін достар қараңыздар, енді айналдырып тартамыз бұны мінекей. Үстінен былай тартатын болсаңыздар, үстінен адамның басының үстінен алғаныңыз дұрыс мінекей. Ал бүйтіп сол жақтан алады, сол жақтан айналдырам десеңіздер, адамның сол жағынан алғандарыңыз дұрыс. Ал оң жақтан алатын болсаңыз, оң жаққа айналдырам десеңіздер, адамның денесінен алғаныңыз дұрыс мінекей. Қараңыздар, денесін апарып қоясыздар, айналдырасыздар. Енді сіздерге күттай шыққандарын көрсетіп кетейін. Я достар, осы біздің настройка видеомыз аяқталды. Кейінгі қандай оружиелердің настройка керек болады кейінгі видеоларда. Осы видеоға небәрі 20 лайк жиналса, мен кейінгі настройканы емпеге шығаратын болам. Сіздермен бірге болған Ерболат, келесі видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока.